Сәлеметсіздер ме? Мен Абылайхан атындағы мектеп лицейінің оқушысы Бақ Айша Асқарқызымын. Бүгін мен қорғайтын тақырыбым жемістер салаты. Салатымызда қажетті заттар: алма. Алманың құрамында В1, В2, В6, С дәрумендері бар. Енді алмұрт. Алмұрттың құрамында С, В1 дәрумендері бар. Енді банан. Банан құрамында С, А, К дәрумендері бар. Енді киви. Кивидің құрамында В1, В2, В3, В6, С, Е, К дәрумендері бар. Енді апельсин. Апельсиннің құрамында С, В9, В1, В6, А дәрумендері бар. Енді йогурт. Мен жемістерімізді ашып, тұтпыштап турап, ыдысымызға саламыз. Сонымен қатар жемістерімізде магний, калий, мырыш, мыспен қоса көптеген минералды заттар бар. Енді йогуртымызды ыдысымызға салып араластырамыз. Біздің дәрумендерге өте бай, денсаулыққа пайдалы салатымыз дайын болды. Бізде салатымыздың таңғы ас ретінде жеп тұрғаны сөзде пайдалы. Деніміз сау болу үшін әрдайым жемістер салатын жеуді әдетке айналдырайық.